Мұқан Мұңайтпасұлы Стамбулға барып, түрік палуаны Нұрланды жеңеді. Күресіне паш еткен Шәкір Паша мен имам Байюр Мұқанды құрметтеп қажылыққа шақырған еді. Сөйтіп 3 аптаға созылған керуен орталық Таврдан Тигр өзенінің бойымен Бағдатқа, одан әрі үлкен Нефус шөлімен Меккеге де жетеді. Меккеде құлшылық жасап, зәм-зәм суын ішіп, Арафат тауының шатырында түнейді. Қажылықтың шарттарын түгел орындайды. Содан Мұқан аты ұмытылып, Қажымұқан аталған еді. Қазақ даласына келгенде, ол өзінің досына, Меккеден қажылықтан келе жатқанымда түріктер мені Қажымұқан деп атай бастады. Содан мен Қажымұқан атандым. Бұл дүниені кеңес заманында жасырын ұстады.